Қол көтеріп намаз оқу бабы. Раф'ул ядайн мәселесі. Көпшілігі айтады, Раф'ул ядайн мәселесінде, қолды көтеріп оқу мәселесінде жаңалдегі бірінші талас. Қолды қайда көтеру ең басында айтылғанда Сахих Бұхарида келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолын құлағының барабарына көтеріп намаз оқыды дейді. Сахих хадис бар. Бұл намазды бастаған кезде. Сол үшін Абу Ханифа мазхабында осы хадис ұстанылып, осылайша намаз оқылады. Осының жанында қолды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям рүкудан тұрғанда, сәждеден тұрғанда көтергендігіне айтылған мәселе. Бұл мәселеде қолды тек қана рүкуда көтер, сәждеде көтермеуге келген сахих хадис жоқ. Егер сахих хадис іздесеңіз, сахих хадис тек қана қолды екі жерде көтерген. Рүкудан тұрғанда да, сәждеден тұрғанда да көтерген. Сол хадис сахих. Бірақ Ханафи мазхабы бұны алмайды. Себебі осыны риуаят қылған сахабалардың біреуі де қолын көтеріп оқымаған. Риуаятшылардың өзі амал қылмаса, Ханафи мазхабында оған амал қылынбайды. Өйткені сол кісі бір нәрсе біледі дейді. Соны әшейін риуаят үшін айтылды дейді. Хадис риуаят үшін айтылады кейде. Дәлел оған. Имам Тирмизидің Сахих Тирмизи кітабында, сол кітапты бітіре салысымен Имам Тирмизи былай деп айтады. Мынау кітаптың барлығында айтылған хадистер амалға жарамды, тек 3 хадистен басқа дейді. Жарамды деп тұрғаныңызшы, бірақ 3 хадистен бөлек дейді. Сөйтіп 3 хадисті айтып береді. Сосын ғұламалар бұны шарқ қылады. Неге бұлай жазды десе, хадисті риуаят ету бір бөлек, оған амал қылу бір бөлек дейді, бауырлар. Ол сахих риуаятта болса да, амалда жоқ. Оған білім егелері, бауырлар, білім егелері. Мысал, үлкен сахабалар, үлкен осы фиқ білімін жіберген сахабалар, одан бөлек білім егелері оған хадиске амал қылмаған. Дәлел. Мәтін Аби Шайбада Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадис келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жол сапардан келіп, дәретханаға кіріп, дәрет ұсатты. Сонан шығып, дәрет алды. Аяқ киіміне масих тартып, сандалына масих. Мешіттің алдына аяқ киімін шешіп кетіп, намазға кіріп дейді. Хадис сахих. Хадис сахих. Бір бауырларымыз осы сахих дейді, амал қылады. Яғни сыртта дәрет алады да, дәретханада аяқ киімінің, сыртқа аяқ киімінің үстіне масих тартып жібереді да, кейін бер жалаң аяқ кіріп келе береді намазға. Осылай жасалынған сахих дейді. Бірақ осы хадистің шарқын оқысаңыз, бұл хадиске бірде-бір фақих амал қылмаған. Машхур фақихтар. Абу Ханифада да, Шафиида да, Маликида да, Ханбалида да, Аузаида да, Джафарида да бұл хадис амал қылынбайды. Жоқ бұл хадис амалда. Сахихтығы барда, амалда жоқ. Неге? Өйткені жоғардағы сөзім. Пайғамбардан хадис риуаят ету бар, бірақ амал, сахабалар амал етпегесін біз амал етпейміз. Өйткені біз әхлі сүнна уәл жамаамыз. Сахабалардың жолымен жүріп келатсыз. Сәләфтар амал етпеді ма, біз де оны риуаят етеміз, амал етпейміз. Сол күйі қалады. Сол үшін Абу Ханифа қолды көтеру хадисін алмайды. Өйткені сахабалар риуаят етеді оны, бірақ өздері оны қолын көтермейді. Сондықтан бұл әншейін риуаят үшін келген хадис деп айтады. Екінші дәлел оған, Мәтін Аби Шайбада 3 түрлі хадис келеді, қатарынан келеді. Үшеуде Сахих Ибн Аби Шайбадан келген хадистерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қолын алғашқы кезде көтеріп, басқа кезде көтермеген деген хадис айтылады. Одан бөлек екеуі әсар. Абу Бакрде, Омардың да, Усманның да, Алидің да арқасында тұрып намаз оқыдым. Олардың біреуі де қолын көтеріп оқымаған дейді. Одан бөлек имам Байхақи айтады. Сахабалардың арасында қол көтеру туралы талас бар. Талас бар екен. Расында да сахабаларда да болған екен талас. Бірақ ұлы сахабалар, Омар, Осман, Абу Бакр, Али сынды сахабалардың бірі де қол көтеріп намаз оқымаған деп айтады.
Сондықтан сіз қай сахабаларды алатыныңызды мен сізге жақынырақ түсіндіремін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда хадис бар. Менің соңымнан сіздердің абзалдарыңыз тұрсын. Одан кейін абзалдарыңыз тұрсын деп үш қатарда осылай айтып кетеді. Түсінікті ма? Осылайша бірінші қатарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қатарында ұлы сахабалар, Бәдірді көрген сахабалар тұрады екен. Олар Абу Бәкір, Умар, Усман, Али сынды ұлы сахабалар. Сондықтан пайғамбардың намазын артта тұрған адам дұрыс айтып бере ма, алда тұрған айтып бере ма, айтыңызшы. Алда күніге көзімен көріп жүрген адам дұрысырақ риуаят етеді, артқы сапта тұрғаннан гөрі. Сондықтан сол ұлы төрт сахабаның жолы, ойлаймын, Хулафай Рашидиннің жолын ұстанғаныңыз әлде қайда абзалырақ болады. Сол үшін қол көтеріп оқыған ол сүннет. Ширин Билали өзінің Нурул Изах деген кітаптарының шарықтарының бірінде келтіріп айтылады. Расында да бір пайғамбарымызда сүннет амал көрсең, шамаң келсе жасап қал дейді. Бірақ бауырлар, ол амалдар мүмкін сол адамдардың арасында фитна шығармау үшін жасалатын амалдар болу керек. Ал бірақ біздің арамызда болатын болса, олай жасалмайды. Оған дәлел. Имам Шафии рахматулла алейх өзінің тұрған Бағдад қаласынан Мысыр қаласына көшет, шәкірттерін топырлатып ертіп көшет. Көшіп бара жатқан жерде Куфа қаласына тоқтап түнеп кетеді. Тіпті түнемейді, қабырын зиярат қылады деп айтылады. Абу Ханифаның қабырының басына барып жылайды деп айтылады. Сол күні, сол түнейді таңертең тұрғанда ол кісі намаз оқып береді. Имам ғой, Куфада одан үлкен имам жоқ екен сол кезде. Сол кісі келіп, шәкірттермен топырлап келіп, имам болып тұрған кезінде, Шафии мазхабы бойынша құнт дұғасында соңғы екінші ракағатта тұрған кезінде рукудан тұра салып, қолын жайып, құнт дұғасын оқу керек екен. Аллахумма хдини фиман хадайт, ва афини фиман афайт деп құнт дұғасын оқу керек екен. Бірақ имам Шафии оны оқымай кетеді. Сосын жұрт сұрайды. Кәдімгі намаз, екі ракат намазды бітіреді. Бітіргеннен кейін сұрайды, сіз ұмытып кеттіңіз ба, құнт дұғасын оқымадыңыз ғой дегенде, бұл жердегі бір ұлы имам бұған қосылмайтын еді деп айтады. Бұл пікірге қосылмайтын еді дейді. Соның құрметіне істеп кетті. Көрдіңіз ба? Мына мешіт халқын бұзып кеткен жоқ та. Себебі имам, үлкен кісі, жұрт деп сыйлайтын адам, егер сол жерде бір дұрыс емес қылық көрсетіп кетсе, халық ол кетіп қалады ертең. Халықта талас болады. Біздің көріп қалғанымыз Абу Ханифа. Олай оқымайтын еді. Сен бұлай оқыдың. Енді не болды енді? Болады. Сол талас болмас үшін имам осылай жасады дейді. Бұл біздің сәләфтарымызда бар әдет. Мен қалтадан шығарған жоқпын. Егер сіздің елде, дейікші, бөтен адам болса, солай оқылатын намаз болса, солай оқыңыз. Біздің елде намаз Абу Ханифа имам адам рахматулла алейхтің ижтихады бойынша намаз оқылады. Сол ижтихады тура пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахих сүннеттеріне дәлел бар. Ол иншалла кітап болып та шығады. Дайын тұр, баспаханаға берілу және соны қайта тексерілу рәсімдері ғана қалды. Енді сөзінде жинай келетін нәрсе, бауырлар, ғылым білім кішкентай ғана нәрсе емес. Бір ғана хадисті, бір ғана нәрсені ести ғана қойып, осы ғана дұрыс екен, осыған ғана амал қылам екен деген нәрсеңіз, бауырлар, қате болады. Бәлки ғылым білім деген кең білім. Ол кең білім болғасын, жүрегіңізде кең болғаны абзал болады. Кең болсаңыз кем болмайсыз.